Сәлеметсіздер ме? Құрметті мемлекеттік тіл меңгерушілер, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сабағымызды А2, яғни базалық деңгейге арнаймыз. Сабаққа дайын болсақ, сіздерге экран демонстрациясын қосайын. Толық көрініп тұр, е? Жақсы. Яғни, бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз отбасы, лексикалық тақырыбымыз, ал грамматикаға келетін болсақ, тілдік жалғауға тоқталамыз. Сіздермен бірге бүгінгі сабақты жүргізетін Ескелді аудандық филиалының оқытушысы, тіл оқыту әдістемелік орталығының Ақмар Мұратбекқызы Ақылтаева. Жақсы. Тақырыпты жазып алайық. Жақсы. Жалпы лексикалық тақырыбымыз отбасы болғаннан кейін, бірінші көрнектілік отбасы, ошақ қасы деген келеді. Отбасы туралы ойларыңызды комментарий бөліміне жазып, болмаса біздің ортақ чатқа жібере берсеңіздер болады. Өлең жолдарын білсеңіздер, немесе өздеріңізге бір кредо ретінде ұстанатын ол кісілердің ойларын, тіптен мақал-мәтел жасаңыздар да болады. Ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар, ал біз сабағымызды бастаймыз. Яғни суретте көріп тұрғандарыңыздай отбасы мүшелері есіктің алдында, үйдің маңында отбасы мүшелері бейнеленген. Қазір соны жеке-жеке оқып танысайық. Ең бірінші отбасы біз үлкен кісіден бастаймыз, қарт кісіден. Отбасында жаңағы ата-апалар барда болады, үлкен отбасы болмаса, тек қана әкесі, анасы, баласы ғана, яғни кішкентай отбасы да болады екен. Жақсы. Ата, ана, апа, кей жағдайда әже деп те айтып жатамыз, әке, ұл, үлкені аға, кішісі іні. Қыз, үлкенін әпке, кішісін қарындас дейді екенбіз, ағалы, әпкелі, інілі, сіңілі, қарындасты деп айтып жатамыз. Жақсы, берілген отбасы мүшелерінің аудармасын жасайық. Аудармасын жазып, кері байланысқа жібереміз, Жақсы, сіздерден міндетті түрде берілген отбасы мүшелерінің аудармасын күтемін. Жақсы, енді негізгі тапсырмаларыңыз жазбаша жауап жазайық. Отбасы мүшелері бейнеленген, кім атына байланысты, кім кімге кім болып келеді, яғни Азамат, Мадина, Ләззат, Мақсат, Перизат, Асхат. Бұл отбасы мүшелерінің есімдері. Енді сұрақ, Азаматтың әйелінің есімі кім? Әрине, Мадина. Жауапты толық жазамыз. Азаматтың әйелінің есімі Мадина. Бұл отбасында неше адам бар? Санап шығайық. Азамат, Мадина, Асхат, Ләззат, Перизат, Мақсат. Жалпы 6 адам, 4 баласы бар екен бұл отбасыда. 2 ұл, 2 қыз. Жақсы, отау иесі кім? Отау иесі деген глава семьи, яғни бұл бізде Азамат. Жақсы. Қара шаңырақ иесі кім? Және кенжесі кім? Қара шаңырақ иесі болу үшін қазақ халқында ең кенже ұл баланы атаймыз. Бұл жерде кіші ұл баласы Мақсат, сондықтан қара шаңырақ иесі Мақсат деп айтамыз. Кенжесі кім? Кенже бұл жерде қыз бала, ұл қыз болып тұр. Яғни Асқат, Ләззат, Мақсат, Перизат. Яғни кенжесі бізде қыз бала Перизат. Өте жақсы. Жауаптарыңыз бірдей шықты деген оймен. Келесіге кезек береміз. Келесіде бізде грамматикалық тақырып бойынша ереже,
тәуелдік жалғаулары тоқталайық, иә? Жекеше түрінде үш жақта қарастырамыз. Менің, сенің, сыпайы түрі сіздің, және үшінші жақ оның жалғаулары. Бірінші жақ менің, мысалы, балам. Екінші жақ сенің, сенің балам. Сыпайы түрде сіздің, сіздің балаңыз. Үшінші жақ оның, оның баласы. Оның кітабы, оның көйлегі. Жақсы. Бұл жерде қосымшалар буын үндестігіне сай жалғанады. Сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жуан қосымша жалғаймыз. Жіңішке болса, міндетті түрде жіңішке қосымша жалғайды екенбіз. Жақсы, түртіп алыңыздар. Сабақ барысында керек болады тапсырманы жазбаша орындаған кезде. Енді сіздерге жазбаша тапсырма. Өткен грамматиканы еске түсіруіміз керек. Менің, сенің, сіздің, оның. Менің үйім Абай көшесінде. Сенің атың кім? Көйлегім қызыл, қай жақта жалғанушы еді? Бірінші, екінші, үшінші жақ. Әрине, менің көйлегім қызыл. Жақсы. Жұмысыңыз қандай? Отбасы үлкен бе? Ұялы телефоным жоқ. Мекен жайым қандай? Әкем 42 жаста. Інісі футбол ойнауды ұнатады. Фирмаңыз екінші үйде ме? Әйелі есепші ме? Тапсырманы жаңағы аталған қосымшаларды жалғау арқылы, тәуелдік жалғауының қосымшаларын жалғау арқылы сөйлемді толықтырамыз. Жылдам жазып алайық. Болмаса скрин жасап алсаңыздар болады. Шатаспашы үшін. Жақсы, бір тексеріп шығармыз ба? Менің үйім Абай көшесінде. Атың кім? Сенің атың кім? Көйлегім қызыл. Менің көйлегім қызыл. Жұмысыңыз қандай? Сіздің жұмысыңыз қандай? Отбасы үлкен бе? Оның отбасы үлкен бе? Ұялы телефоным жоқ. Менің ұялы телефоным жоқ. Мекен жайың қандай? Сенің мекен жайың қандай? Әкем 42 жаста. Менің әкем 42 жаста. Інісі футбол ойнауды ұнатады. Оның інісі футбол ойнауды ұнатады. Фирмаңыз екінші үйде ме? Сіздің фирмаңыз екінші үйде ме? Әйелі есепші ме? Оның әйелі есепші ме? Жақсы, тексеріп шықсақ, кезекті келесіге берейік. Мағыналас сөзге тиісті жалғауды жалғап, сөйлем құрап жазайық. Напишите предложение, заменяя слова, синонимы и добавляя нужное окончание к ним. Нужное окончание деп тұрғанымыз бізде бүгінгі тәуелдік жалғауының қосымшаларын жалғаймыз, жалғауларын. Іні, кенже ұл, есім, отау иесі, бауыр, ата-ана. Туыстық атаулар. Менің бауырым бар. Енді бауыр сөзін біз қандай синоним сөзбен ауыстыра аламыз? Менің інім бар. Сіздің әке-шешеңіз неше жаста? Сіздің ата-анаңыз неше жаста? Менің атым Ақбота. Ат дегенде, есім қою дегенде, алдыңғы сабақтарда естеріңізде болса, ат сөзін біз есім сөзімен ауыстыра аламыз. Менің есімім Ақбота. Өте жақсы. Оның екінші баласы мұнайшы. Екінші баласы, бірінші жаңағы ұл үлкен ұл, одан кейін кенже ұл, екінші баласы деп көрсетті. Мұнайшы. Жақсы. Ол ағасын, қарындасын жақсы көреді. Аға, қарындас, іні, сіңілі, әпке, қарындас дегеннің барлығын біз бір ауыз сөзбен бауыр деп те атай алады екенбіз. Ол бауырын немесе бауырларын жақсы көреді. Өте жақсы. Темірлан Асқардың үлкен ұлы. Үлкен ұлы бізде жақсы.
Тапсырманы орындап болсақ, келесіге кезекті дейік. Жазбаша орындап жатырмыз ғой, иә, жақсы. Иелік мағына, яғни форма принадлежности. Жаңа біз айттық қой, тәуелдік жалғауында белгілі бір затты тәуелдену, меншіктік иеге. Иелік мағынада жаңа менің, сенің, оның, бір заттың біреуге тәуелді екенін айтып тұрмыз. Жақсы. Енді біз кей жағдайда менікі, сенікі, оныкі, біздікі деп те айтып жатамыз, иә? Сондағы нікі, дікі, тікі деген қосымшалар жалғайды екенбіз. Менім, менікі, менің кітабым, кітап менікі. Енді нікі қосымшасы дауысты дыбыстан кейін жалғанады. Мысалы, қаланікі, мекеменікі. Бұл мөр, яғни печать, мекеменікі. Бұл мөр, мекеменікі. Мекеменің мөрі. Жақсы. Дікі, ғ, ж, з, л, м, н, р қысқа и және у дыбыстарынан кейін жалғанады. Ағамдікі. Бұл көйлек жейде дейік, ер азаматқа. Бұл жейде ағамдікі. Бұл көйлек арайдікі. Енді тікі қосымшасы б, б, г, д және де қалған қатаң дауыссыз дыбыстардан кейін жалғанады. Суреттікі, жұмыстікі, қайраттікі. Бұл телефон қайраттікі. Қайраттың телефоны деп те атасаңыздар болады екен. Еш қатесі жоқ. Тек қосымша жалғаған кезде мән береміз. Яғни зат есім тәуелденген ден кейін тұрса, нікі, дікі, ал егер оның алдында тұрса, менің, сенің деп қояды екенбіз. Яғни бұл жерде зат есімге мән береміз. Жақсы. Енді тағы да назар аудара кететін бір жайт бар. Жаңа айттық қой, әкенікі, баланікі, қаланікі деген иелік формада, форма принадлежности. Нікі, дікі деп қалдырдық. Енді тағы да менің әкемнің заты дегенде м қосымшасын жалғап айтады екенбіз. Яғни ол сіздің әкеңіздің заты. Мен бұл жерде бір емес екі еселеніп тәуелденіп отыр. Әке де сіздікі, ал қалам сіздің әкеңіздікі деген сияқты. Бұл жаңағы бас киім әкенікі, әкемнің бас киімі, бас киім әкемдікі деп те айтсаңыздар қате болмайды екен. Яғни менің әкем дегенде алғашқыдағы тәуелдік жалғауының м қосымшасын жалғау арқылы дікі, нікі қосымшаларын жалғай аласыздар. Бұл жерде де қате деп саналмайды. Өте жақсы. Енді тапсырманы жазбаша орындайық. Сіздерде алдарыңызда экранда сурет берілген. Ана, әке, апа, қыз. Әрқайсының қолында белгілі бір зат бар. Тостаған, домбыра, ұршық, айна. Енді қай нұсқада айта аламыз? Тостаған ананікі, тостаған анамдікі, анамның тостағаны. Дәл осы нұсқада қалған домбыра, ұршық, айна сөздерін тәуелдеп беріңіздер. Жазбаша тәуелдеп жазып үйренейік. Тағы да қайталаймын. Тостаған тәуелді зат. Кімге тәуелді? Анаға зат. Анаға тәуелді зат. Енді тостаған ананікі, тостаған анамдікі, анамның тостағаны. Өте жақсы. Қалған нұсқаларды жазып жіберейік. Енді сіздерде мәтін оқыңыз, мәтінді мұқият, көп нүкте орнына тиісті сөздерді жазамыз. Прочитайте вместо точек, напишите нужные слова. Нужные слова это у нас жалқаулау, тәжірибелі, зерек, талантты, тұрмыс үлгілі, аудармашы, қабілетті, үйленген, қонақжай, күйеу.
аталған сөздерді көп нүктенің орнына сөздер түсіріліп қалған сол жерге қойып сөйлемді толықтырамыз және мәтінді толықтырып оқып шығамыз. Менің атым Самат. Мен университетте 1-ші курста оқимын. Менің болашақ мамандығым заңгер. Мен сіздерге өз отбасым туралы айтып берейін. Менің отбасым үлкен және қандай отбасы? Үлгілі отбасы. Әкем мен анам Ұзынағаш ауылында тұрады. Әкем Асқар өте жақсы дейді. Қандай? Тәжірибелі және өте жақсы дәрігер. Ал анам Ұлжан мұғалім болып жұмыс істейді. Ол өте адам. Қандай адам? Талантты, зерек, мысалы. Сол үшін оларды ауыл адамдары өте қатты сыйлайды. Менің 2 ағам және 1 әпкем бар. Ағаларым, олардың отбасылары бар. Ағаларым үйленген, олардың өз отбасылары бар. Үлкен ағамның 2 баласы бар. Үлкен ұлы 3-ші сыныпта оқиды. Оның аты Сержан. Ол өте қабілетті бала немесе зерек бала. Ал кіші ұлы керісінше жалқаулау. Керісінше дегеннен алғашқы ойға қарама-қарсы мағына беру керек. Әйелі Самал болып жұмыс істейді. Ал енді бұл жерде мамандық атауын табайық. Аудармашы болып жұмыс істейді. Өте жақсы. Ол қазақ, орыс, ағылшын және француз тілдерін жақсы меңгерген. 2-ші ағам Алматыда жеке фирмада жұмыс істейді. Оның 1 қызы бар, ол 4 жаста. Өзі сондай қандай? Тағы да зерек немесе қабілетті деген сөздерді қолдансаңыздар болады. 100-ге дейін еркін санайды. Яғни санау білсе, яғни зерек алғыр бала екен. 4 жаста 100-ге дейін санау бұл зеректікке жатады. Жақсы. Ағамның әйелі Жанар емханада медбике. Жақсы 23-те. Әпкем Айжан құрған. Не құрған? Тұрмыс құрған. Ер адамды үйленген дейді, әйел адамды тұрмыс құрған деп айтамыз. Ол Атырау қаласында тұрады. Менің ата-анам баласын қатты жақсы көреді және сыйлайды. Қай баласын? Күйеу баласын, яғни Айжан әпкесі туралы айтып жатты. Айжанның күйеуін, яғни күйеу баласын ата-анасы жақсы көретінін айтыпты. Ол өте музыкант. Қандай музыкант? Қабілетті немесе талантты музыкант. Оның есімі Қайрат. Біз үнемі бір-бірімізге көмектесеміз және барлық мейрамдарда бір-бірімізді құттықтап тұрамыз. Ата-анамның туған күнінде, демалыс кезінде бәріміз ата-анамның үйінде жиналамыз. Сол кезде үлкен отбасы болған қандай жақсы екенін түсінемін дейді. Жақсы, мәтінді толықтырып түртіп алсаңыздар, оқып жаттығамыз. Өте жақсы. Енді сіздерге мынадай сұрақ. Отбасы туралы жаңа сіздер тауып жаздыңыздар. Өте жақсы. Енді сол тапқанымызды есімізге түсіріп, сұраққа жауап берейік. Тиісті сөздеріміз күйеуі, атасы, қызы, әйелі, әжесі, келіні, яғни отбасы мүшелері. Асқар Ұлжанның кімі болады? Ұлжан Сержанның кімі болады? Асқар Сержанның кімі болады? Самал Асқар мен Ұлжанның кімі болады? Айжан Асқардың кімі болады? Айжан Қайраттың кімі болады? Жақсы. Енді отбасы мүшелерінің есімдеріне байланысты жауапты қайтарамыз. Жаттап алды деген ойдамын. Мәтіндегі кейіпкерлерді жауапты жылдам жазайық. Сіздерден жауап күтемін. Сұрақты скрин жасап алыңыздар, әйтпесе ұмытып қалуларыңыз мүмкін. Қазір қайта айналып келгенше. Сондықтан жауапты жазбас бұрын мұқият ойланып есімізге түсіріп алайық.
Жақсы. Жалпы отбасында қанша адам болды? Олар кімдер? Айжан кім еді? Қайрат кім еді? Естерімізге түсіреміз. Ұл қыздарының, кішкентай 4 жасар баласының, жаңағы мектеп оқушыларының, одан кейін автордың өзінің есімі, осылардың барлығын есімізге түсіріп, жауапты кері байланысқа жазып жіберейік. Жақсы. Енді мағынасына қарай топқа бөлеміз. Отбасы, достар, жұмыс, өзге дейді. Бұл бүгінгі күнге дейінгі біздің өткен тақырыптарымыздың кездескен сөздері. Жақын дос, бастық, күйеу, әріптес, жолаушы, ата-ана, екі дос, әйелім, бөлемнің досы, нағашымның құрбысы, заңгер, пәтер, белдемше, мұғалім, немере, сыныптас досыңыз, аспаз, нағашы, ауа райы, гүл. Отбасы. Мына жерде жиі кездесе бермейтін сөздерді бір қайталап кетейік. Бөлемнің досы дейді. Яғни бөле деген сіздің анаңыздың жаңағы әпкесі немесе сіңілісінің балалары. Нағашымның құрбысы деген, яғни сіздің анаңыздың бауырларының құрбысы. Бұл яғни отбасыға ма, досқа ма, қай жерге жазасыз? Енді топқа бөлгенде соған мән беріңіз. Белдемше дейді. Бұл белдемше бізде ремень, белге тағатын. Тағы да қалғаны түсінікті деп ойлаймын. Қалған сөздер жиі кездеседі. Бөліп жазайық. Мысалы, жақын дос әрине дос тобына жатқызамыз. Бастық бұл бізде жұмыста жиі естілетін сөз, сондықтан жұмыс бөлігіне қоямыз. Күйеу бұл отбасы мүшесі, муж, отбасы бөлігіне жазамыз. Әріптес, жұмыс. Жақсы, ары қарай осы қалыпта тапсырманы жазбаша орындап, кері байланыс жасайық. Өте жақсы. Енді бүгінгі біздің негізгі тапсырмаларымыздың реті осындай. Тапсырманы орындап, біздің ортақ чатқа жіберіңіздер. Сабағымызды ден қойып тыңдап, атсалысқандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жекеге шығып сұрай беріңіздер, болмаса комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Сау саламатта болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше дегім келеді.